Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тока Лайф арнасы. Достар, бүгінгі видео ол менде жан құрбылар 4-ші серия деп аталады. Ал ендеше біз бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, және де сіздер мен видеомды толық, яғни до конца көресіздер ме? Соны комментария жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқимын және қараймын, және өз пікірімді жазып отырамын. Ал ендеше біз бастаймыз, кеттік. Видеомды ең бірінші көретін адам ол бізде Аружан Тока деген қыз. Ол мен видеомды ең бірінші болып көреді және толық көреді деген ойдамын. Оның ответін күтемін. Және сен, Аружан, сен яғни менің видеомды до конца көресің бе? Соны комментария жазып кетші. Мен сенің жауабыңды міндетті түрде күтетін боламын. Ал кеттік. Сонда оны кім алуы мүмкін? Білмеймін сол кім алуы мүмкін екенін. Менің фотоаппаратым да жоқ. Не? Жарайды. Мен қазір ақша салдыртайын. Жоға керек емес, мен өзім ата-анама айта салармын. Жоқ, мен қазір өзіме деп сұрап алып, өзім очки алып алу керекпін. Жарайды. Онда қазір мен сенің қасында тұрайын. Так. Алло. Я, қалайсыздар? Жақсы, менде бәрі. Не істеп жатырсыздар? Менде сол, енді ұйықтан тұрып жатырғанмын. Уже кеш болды ғой. Қазір тамағымды ішіп ұйықтаймын. Мамаға ше, ана бір очкимді жоғалтып алдым. Соған ақша керек болып тұр, 10.000 теңгедей. 10.000 теңге деген несі? Сондай тұрады. Лақтырып жібере аласыздар ма? Рахмет, давайте. Қайырлы түн. Болды, лақтырып жіберді енді. Ол очки жайдан-жай жоғалып кетеді деп ойламаймын. Может, іздестіріп көрейік? Кеттік, онда іздестіріп көрейік. Мен өз жерімді қарайын ба, қарамайын ба? Қарай бер. Бірақ маған карточкаға лақтырады. То есть карточкадан аламыз. Так, мен карточкам қайда еді? Мына жақ қойып едім ғой, или мына жақ қойып қойдым бекен? Мына стол неменеген нахайет қойған. Так, менікі қайда? Мына рюкзагымда бекен? Жоқ, бұнда емес. Мұнда ма? Менің карточкам қайда? Білмеймін, бәрі күдікті сияқты. Ал менің карточкам қайда? Көрейін мен қазір. Мен мұнда салып қойған едім вроде. Мына менің телефоным бар. Міне, мына менің телефоным. Енді менің карточкам қайда? Вроде ол болу керек. Сенікі деп болмаса, мен енді ана екі қыздан күдіктенемін. Білмеймін, олар емес сияқты. Қалай олар емес? Жарайды, көреміз. Так. Неге? Менің де карточкам жоқ. Шынымен де менікі де жоқ. Так, онда ана екі қыздан сұрайық, кеттік. Қыздар, сендер әлі тұрмадыңдар ма не? Соны айтамын. Жарайды. Кеш батып кетті ғой, тұрайын. Кеш батыпты ғой. Тамақтайын кеш бар. Ана. Қазір тамақтайтын кез емес. Біздің карточкамыз және камерамыз және яғни Аружанның камерасы және карточкасы және өзінің очки жоғалып кеткен. Оны қалай деп түсінеміз? Соны айтамын. До того Аянаның карточкасы да жоқ. Мен анам карточкаға ақша салу керек. Жақсы болды ғой. Не деп жатырсың, Балнұр? Осының бәрін істеп жүрген сен шығарсың. Не, жоқ, мен емес. Неге мені кінәлай салдыңдар? Мен ұйықтадым бағанадан бері. Қыздар, не болып қалды? Жоқ, түсінбедім. Сендердің заттарың қалай біздің неде болу керек? Білмеймін ғой. Жай сабырлы болыңдар кішкене, айқаламаңдар. Жоқ, енді қалай карточкаға ақша салады ғой қазір Аружанның мамасы? Соны айтам, мен енді карточкада қытын табамын.
Білмеймін, барлығайды реттестіріп көрейік. Иә, бірақ мен реттестірмеймін. Өздерінің карточкаларың жоғалған. Ал сенің карточкаң бар ма? Менің карточкам жоқ. Маған әлі істетпеді, мен тек қана телефонмен төлеймін. Түсінікті. Сол үшін сен балансыз отыр екенсің ғой. Иә, сол ғой, біреудің карточкасы мен камерасы қымбатқа сатып алғаны. Соны ойламайсың ба? Қыздар, мен сендерді түсініп тұрмын. Жарайды, онда тезірек іздестіріп көрейік. Иә, кеттік. Саған айтқанға түк пайда жоқ екен. 1 сағат өткен соң. Ой, телефон қарап шаршап кеттім ғой. Аналардың карточкасын не істесем екен енді? Бірақ мен оларды сатып жібердім ғой. Бірақ олардың карточкасы енді түкке керек емес. Өзімде заты ақша бар. Жарайды. Одан да кітап оқығым да келіп тұрған жоқ. Одан да бірнәрсе асханаға барып бірнәрсе алып алайын. Ой, шаршап кеттім ғой. Иә, мен де бірақ еш жерден таба алмадық. Өкінішті. Енді не істейміз, қыздар? Білмеймін, сол не істейміз. Ужас қой. Осында бұна үйде елес бар ма? Соны айтамын. Бағанадан бері іздедік. Қалай жоқ болуы мүмкін? Может, оны Балнұр алды? Оны вроде Балнұр алуы мүмкін емес сияқты, ондай қыз деп ойламаймын. Иә, мен де өйтіп ойламаймын. Жарайды, одан бәрін күтуге болады. Жарайды, енді мен карточкамды не істеймін, анама қалай айтам? Білмеймін, может, анаңа өтірік айта саларсың? Ол карточканы істету де оңай емес негізі. Оны маған анам істетіп берген және ақшалай. Иә, бірақ сен анаңнан неше теңге сұрап едің? Ол анасынан 10 теңге сұрады. Не, 10 теңге? Енді 10 теңге бекер кететін болды ғой, я. Анам айтайшы, салмай-ақ қойыңыз деп кеттім. Сендер отыра тұрыңдар. Салып қоймаса екен. Алло, анашым, сіз салмадыңыз ба әлі? Жарайды. Я, түсті. Аха, давайте. Салып қойыпты, ой. Қыздар салып қойыпты, енді естеймін. Білмеймін, бір нәрсесін қоярмыз, мен анамнан ақша сұрап көрейін. Жоқ, рахмет, керек емес. Жарайды. Ұйықтайық, одан кейін барып көрерміз. Қақтың ұйықтаған, мен енді бұлай қалай ұйықтаймын, және мен ач киім жоқ. Жарайды, түсінемін. Жарайды, көреміз, карточка істетіп алармыз. Ертең барып сабақтан сұранайық үшеуміз. Я, солай жақсы болар, кеттім, ұйықтаймын. Я, мен де қайырлы түн. Енді Аружан не істейтін болды. Үйто Аянның да карточкасы жоғалып кетіпті. Ол қалай болуы мүмкін, үйде елес жоқ шығар енді? Балнұр, сен неге уайымдамайсың мүлде? Или сенің ғана шаруаң емес пе? Біз сенің құрбыларың емеспіз бе? Иә, сендер менің құрбыларымсыңдар. Бірақ мен әркімнің проблемасына араласқым келмейді, сондықтан да өздерің шешіп алыңдар. Сен не деген жаман қызсың, а? Иә, бірақ оны енді мен емес болсын не істеймін? Сендерге кім екенін айтып берейін ба? Иә, айтып бер, сен білесің ғой бәрін. Қуасың ба, мен ол кезде ұйықтап жаттым ғой. Тұрады өзінің фильмімді көріп алайын, сөйлемей. Болды, түсінбейді ғой. Бұған түсіну әлі қайда? Енді ертең сабақтан сұранатын болдым. Апайыма ескертіп қояйын. Жарайды, апайыма жазып алайын. Болды. Так, енді бар ұйықтайын. Жарайды, балалар, мен ұйықтаймын. Аха. Біраз уақыттан соң. Мәссаған, мен түс көрдім. Ойбай. Балнұр, сен әлі ұйықтамағансың ба? Жоқ, не болды, сірің бозарып кетіпті ғой. Мен бір түс көрдім жаман. Сағат неше болыпты? Так, таңғы 2:30 болған ғой.
Ұйықтамайсың ба? Я қазір ұйықтаймын. Ұйықтай бер. Ай, менің карточкам қайда? Түсімдегі де қайталанбаса екен. Негізі ол түсінде өзінің жоғалып кеткен карточкасын көрген, және ол өзінің ішіндегі карточкасында ақшалар болған, яғни көп ақшалар болған, және оны біреу алып кеткен. Өзі, білмейді, типа солай өзі түстен шошып оянады. Енді ол қазір карточкасы бар ма жоқ па екенін тексергісі келіп тұр. Менің карточкам қайда? Не, менің карточкам жоқ па не? Түсімдегіде қайталанып тұрған жоқ па? Так. Реально жоқ. Балнұр, сен ғой карточканың бәрін алып жүрген. Не? Жоқ, мен емес, қуасың ба сен? Мен вообще ұйықтайын деп отырмын. Сөйтіп Балнұр өзі ісінен қашып ұйықтап қалады. Өтірік ұйықтап қалады. Мәссаған, осының бәрін істеп жүрген Балнұр сияқты. Бұлардың бәрін енді мен ертең. Бірақ оны дәлелдейін десем, ешқандай да дәлелдерім жоқ. Ертең кім кезекші екен? Ертең Балнұр кезекші. Ол үйде қалады. Және мен өзімнің бағалы заттарымды алып кету керекпін. Я, жарайды. Болды. Ұйықтайын одан да, ертең Аружан мен Аяна қайтармын. Таңғы сағат 8 болды. Будильник. Ай, будильник па тағы да. Жарайды. Бүгін нормально түс көрген сияқты. Бар, жуынып келейін. Ой, жуынып болдым. Той, менің карточкамда апайға жазып қояйыншы. Жаздым. Так, осылай жазып қояйын. Жарайды, болды. Апай өзі жауап қайтарар. Қыздарды тұрғызайын. Жоқ әлі. Бүгін кім кезекші екен? Бүгін негізі вроде Балнұр кезекші. Бүгін Балнұр кезекші екен. Жарайды, Балнұрға айтайын. Балнұрды тұрғызайын. Ол тамақ дайындау керек, не дегенмен. Ал кеттім. Балнұр, тұр. Ой, не болып қалды, сағат 8-де оятып. Сен бүгін кезекшісің, сонда да тұрып таңғы ас жаса. Ой, жарайды. Ол таңға ас жасап жатып, ойланады, яғни мен бүгін кезекші болсам, яғни мен бүгін барлық заттарды ала аламын, және барлық тауарларды өткізіп ақша ала аламын өзіме деп. Сонда олар үйден кеткеннен кейін мен уборщица жалдап, осы жақтағы бүкіл бағалы заттардың бәрін алып, оларды өткізіп өзімнің ақшаларымен қыдырмайын ба? Иә, жарайды, болды. Қазір осы сөзімді естіп қалса, бәрі күдіктеніп қалар. Қыздар, келіңдер тамаққа. Мен керемет тамақ дайындап қойдым. Балнұр, керемет таңғы ас. Маған жұмыртқа обязательно да? Иә, саған жұмыртқа. Рахмет, маған пицца екен. Рахмет, маған макарон екен. Мен макаронды қатты жақсы көремін. Оқаш, жоқ, мен ештеңе жегім келіп тұрған жоқ. Аппетитім нормально. Аппетитің нормально болса неге? Тамақтанбайсың. То есть аппетитім жоқ дегенім. Бір чипсы жей салармын. Ол мен чипсы емес па? Ой, жарайды, ала беш. Қыздар, мен болдым, жарайды, кеттім. Мына жақта отыра тұрам. Қыздар, мен сендерге бірдеңе айтқым келіп тұр. Мен осы Балнұрдан күдіктенемін. Бірақ сендер күдіктенбейсіңдер, білемін. Бірақ мен Балнұрдан қатты күдіктенемін. Себебі мен кеше өзімнің карточкамды жоғалтып алдым тағы да. Мен бір түс көрдім, және мен шынымен де өмірде карточкамды жоғалтып алыппын. Мен оны қалай жоғалтамын? Мен оны үйден алып шықпадым да. Сондықтан да мен осылардың бәрін істеп жүрген Балнұр деп ойлаймын. Құмашы, ол Балнұр нормальный қыз негізі. Может, сен сөйтіп ойлайсың. Және білмеймін, бірақ нормальный қыз сияқты. Мен одан күдіктенбеймін. Вроде ұры түсті.
қалай ұры түсуі мүмкін? Жан-жағымыздың бәрі охранниктер, камералар, үйдің алдында камера болса. Я, бірақ мен де саған қосыламын деймін. Не оқымандаршы, давайте онда үйге жасырын камера орнатайық. Я, давайте. Онда біз қазір шығып кетеміз и бағалы заттар, өзіміздің заттарымызды алып кетейік. Яғни бағалы заттарымызды алып кетейік, себебі ол может тағы солай алып кетер. Может оны сатып жіберер, қақтан білеміз. Я, жарайды, онда сөйтіп алып кетейік, бірақ балнұр естіп қалмасын. Солай олар алып кетеді. Оның алып кеткені және Балнұрдың реакциясы қандай болатынын сіздер келесі серияда көре аласыздар. 5-ші серия тез шықсын десеңіздер, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Видеоны до конца көріңіздер, сіздерге өз еңбегімді бағалаңыздар. Мен сіздерге керемет қылып видео шығарамын, ал сіздер оны көрмейсіздер, онда ол қалай сонда? Сондықтан да комментарий жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, тіркеліңіздер. Мен видеомды ең бірінші көргің келсе, тіркеліп, қоңырау басып кетуді ұмытпа. Сау болдар.